Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің арнама қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Қабдешов Жамбыл. Видеоны қарамас бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, алдағы уақытта қандай сабақтар, видео көргілеріңіз келеді, комментария жазып кетіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. 21-де бірінші есептің шығару жолын GeoGebra платформасы арқылы шығару жөн санадым. Сіздерді осы платформаны қолдансаңыздар өте тиімді. Бізде тек қана кескін салыңдар дейді, яғни бір нақтылап салудың қажеті жоқ. Бірінші логарифм 5 негізді x-тің кескіні осылай сала салсақ жеткілікті. Тіпті әрбір нүктесін нақтылап та керек емес. Жай ғана осылай сала салсақ жеткілікті. Мынау бірінші функция болса, екінші функция, үшінші функция және төртінші функция. Енді бұны сіздер қалай саласыздар? Мына жерде калькулятордан несін басасыздар, сосын логарифм таңдайсыздар. Бірден автомат түрде астында негізін жазатын шығады. 4 негізді, осындай жерге x-ті қоя саламыз. Сол кезде бірден график шыға салады. Осылай 21-де 1, 21-де 2-ні осы GeoGebra платформасы арқылы шығарсаңыздар болады. 21-де 1, 21-де 2-ні осы логарифм 8 негізді x-ті мынау тәсілмен саласыздар, сосын өспелі ме, кеммелі ме екенін анықтап аласыздар.